Құрметті тыңдармандар, бүгін Құран кәрімде келтірілген кәпір патша мен оның сиқыршысы және мүмін бала арасындағы қызықты оқиға баяндалады. Видеоны соңына дейін қарап, шығарылым ұнап жатса, лайк басып, каналға тіркеле кетіңіздер. Арнамда әр күн сайын жаңа оқиғалар шығады. Кәпір патша мен сиқыршы. Өткен замандардың бірінде бір патша өз қауымына әмірін жүргізіп, оларды өзіне сыйындырыпты. Бұйрығына қарсы шығатын әрбір кісіні қорқытып, ескертіп отырған. Ол ел үшін әрі патша, әрі құдай болды. Адамдар одан зәре жоқ қорқатын. Шындықты білетіндер өте аз еді. Көпшіліктің жүрегінде иман жоқ болып кеткен еді. Олар бір Аллахқа құлшылық жасап сыйыну қажет екенін, Аллахтан өзге құдайлардың жасанды, әрі оларға сыйынуға болмайтындығын білмейтін. Бұл қауымның патшасы да сол жасанды құдайлардың бірі еді. Әлбетте, жасанды құдай қай кезде де жасанды күйінде қалады. Егер одан перғауыннан қорыққандай қорықса да, немесе өткен ізгі кісілер секілді жақсы көрсе де, не қолмен жасалған мүсін болса да, бәрібір жасанды қалпында қала береді. Сөйтіп, жасанды тәңірге айналған патшаның көптеген уәзірі мен көмекшісі бар еді. Олар патшаның зұлымдық істеріне көмек беретін. Олардың арасында аса білімді бір сиқыршы бар еді. Бұл сиқыршының міндеті өз сиқырымен адамдарды алдап арбап, патшаға сыйындырып, патшаны құдай етіп көрсету болатын. Ол адамдардың бірде-біреуінің шындық туралы ойламай, ақиқатты білмей, патшаның зорлық-зомбылығына қарсы шықпай, үнемі патшаға мойынсұнып құлшылық жасаулар үшін сиқырлы өнерін жалғастырумен болды. Адамдарды осылайша сиқырмен алдап, қорқытып, патшаға сыйындыру жалғаса түсті. Жылдар өте, бұл сиқыршы да қартаяды. Бірде ол сарайдағы патшаның алдына келіп, «Уа жоғары мәртебелім, көріп тұрғаныңыздай менің жасым ұлғайып қартайдым. Менен кейін де адамдарды алдап, сізге бағындыра беру үшін бір жақсы зерек баланы таңдап, маған шәкірт етіп берсеңіз, мен оған сиқыр білімдерінді үйретсем», деп өз ұсынысын білдірді. Патша сиқыршының бұл ұсынысын мақұл көріп, оның айтқандай бір баланы таңдады. Ол балаға қарт сиқыршыдан сиқырдың құпия сырларын үйрену үшін сарайға күнде келуге әмір етілді. Жас бала сиқыр ілімін үйрену үшін мәжбүрліктен үйінен сарайға таңертең келіп кешке қайтатын. Осылайша күндер сырғып өтіп жатты. Бір күні бала сиқырлық ілімін үйрену үшін сарайға келе жатқан еді. Жол бойындағы бір тауда жасырынып, ғибадат жасап жүретін бір мүмін адам бар еді. Сол кісі баланы шақырып, «Балақай, күнде таңертең кетіп кешке қайтасың. Сонда сен қай жерге барасың?» деп сұрайды. Бала сиқырлық сабағын алу үшін патша сарайына барып кешке қайтатындығын айтты. Және бұл сұрақты не үшін қойғандығын сұрады. Мүмін кісі былай деді: «Балам, сен үйреніп жүрген сиқыр ол күпірлік. Бұл күпірлікті бізді, патшаны және сиқыршыны да жаратқан Аллах қабыл етпейді. Мен саған бұдан да жақсырақ, қымбаттырақ, әрі мәңгі болатын білімді үйретсем, қалай қарайсың?» дейді. Зерек бала бұл ұсынысты қабыл алып келіседі. Бала енді сиқыршыдан сиқырды, ғибадатшыл мүміннен хақ дінді үйрене бастайды. Бір күні бала күнделікті әдеті бойынша үйінен шығып, ғибадатшыл мүмін кісінің алдына келе жатты. Ол жолда бір топ адамның топырлап жиналып тұрғандығын көреді. Бұл адамдардың жолына үлкен бір жануар тұрып алыпты. Адамдар одан өте алмай тұр екен. Сонда бала жерден бір тас алып, «Уа Раббым, егер ғибадатшыл мүміннің маған үйретіп жатқан білімі сиқыршының ілімінен абзал болса, бұл жануарды өлтіріп, одан бізді құтқар», деп қолындағы тасты жануарға қарай лақтырады. Тас жануарға тиіп, жануар өледі. Жиналып тұрған адамдар бұл оқиғаның куәсі болды. Олар жас баланың атқан кішкене ғана тасынан бұл жануардың шынымен де өлгені ме деп таңданыстарын жасыра алмайды. Бала ғибадатшыл мүмін кісінің алдына келіп, болған оқиғаны айтып береді. Сондай-ақ Алла тағаланың қалауымен алып жатқан білімінің растығын, сиқыршының кәпір, ғибадатшылдың мүмін екеніне көз жеткізгендігін, құлшылықшыл мүміннің үйретіп жатқан білімінің
сиқырды үйреніп адамдарды алдағаннан гөрі анағұрлым артықтығын түсінгендігін айтады. Мүмін кісі баланың сөзін ден қоя тыңдап, баланың сенімнің жоғары дәрежеге жеткендігін түсініп, балам, менің сөзіме құлақ сал, сен иманыңда берік, шыдамды бол, ешқашан ешкімнен қорықпа. Әрбір мүмін адамның қиындықтарға жолығары сөзсіз, және кәпірлер оларды азаптайды. Патшаға менің тұратын жерімді ешқашан айтып қойма, деп насихат айтады. Жануар туралы хабар таралып, адамдар баланың тегін еместігін, әр нәрсеге күші жететіндей қабілеттілігін сезіп, баланың үйіне ауруларына шипа сұрап, қайғыларын жеңілдету үшін топ-топ болып келе бастайды. Келушілер арасында патша сарайында қызмет атқаратын бір соқыр уәзір де болды. Уәзір балаға келіп, егер көзін көретін етіп берсе, қалағанша мал дүние беретіндігін айтты. Сонда бала уәзірге: мен ешқандай мал дүние алмаймын. Тек қана сізден өзіңізге шипа бере алатын Аллахқа сенуіңізді сұраймын. Себебі мен ешқайсыңызға өз құдіретімен шипа бере алмаймын. Әрі еш нәрсеге шамам жетпейді. Мен тек Алла тағаланың құдіретімен, қалауымен ғана емдей аламын, дейді. Уәзір баланың сұранысын орындап, жаңа тура жол дінін қабылдап иман келтіреді. Хабар халық арасына тез арада жайылады. Бұл істен хабар болған патша уәзірді шақырып иманға қалай келгендігін сұрайды. Уәзір баланы айтады. Патша мұны істеген өз сарайындағы сиқырды үйренуші бала екендігін біліп таңданады. Баланы алдыртып, иманға келу жайлы ойдың қалай пайда болғанын сұрап қатты азаптайды. Ақыры бала ғибадатшыл мүмін кісіні айтады. Патша шеуін, уәзірді де, мүмінді де, баланы да жинап, оларды қинап азаптай бастайды. Өйткені олар серіксіз бір Аллахқа сеніп, жасанды құдай залым патшаға мойынсұнбайтын еді. Патша мүмін кісіні арнайы араның астына қойып, иманнан қайтуды не қор боп өлуді ұсынып, екеуінен біреуін таңдауды бұйырады. Алайда мүмін иманнан қайтпай Аллах жолында шәһид болуды артық көрді. Және діні, иманы жолында қиындықтарға сабыр етті. Сосын патша уәзірге де мүмінге қолданғандай тәсілді қолданды. Уәзір де иманнан қайтқанша араланып өлуді артық көрді. Сөйтіп, уәзір екінші шәһид болды. Бұл екеуін көргеннен кейін баланың иманы бұрынғыдан да күшейе түсті. Ол сабырлықпен Алла тағала жолында құрбан болуға дайын тұрды. Бірақ патша жас сиқыршыдан айырылуды қаламады. Сондықтан оны әуелі біраз қорқытпақ ниетпен әскерлерімен тауға жіберді. Егер патшаның дініне қайтпаса, таудың үстінен лақтыруды бұйырды. Алла тағала баланы олардан құтқарды. Бала патшаның алдында аман-есен қайтып келді. Патша екінші жолы теңізге жіберді. Бұл жолы Алла тағала оны құтқарып, ол сау-саламат қайтып келді. Патшаның баланы өлтіруге де қорқытуға да шамасы келмей аңтарылды. Сонда бала патшаға: шыныменен менен құтылғыңыз келіп тұр ма? дейді. Патша иә деп жауап берді. Сонда бала: онда мен сізге мені өлтірудің жолын үйретейін, бірақ оны өте шеберлікпен орындауыңыз керек, дейді. Сонда патша: ол қандай жол екен деп сұрайды. Бала болса: адамдардың баршасын алаңға жинайсыз. Мені ағашқа байлаңыз да, қынабымен жебемді алып, маған оқтап, бұл баланың Раббысы Аллахтың атымен деп айтыңыз. Сонда жебе маған тиіп, мен өлемін. Егер мені өлтіруді шынымен қалап тұрсаңыз, оның жолы осы ғана, дейді. Мұны естіген патша істің ақырын ойланып жатпастан-ақ дереу бұл тәсілді қолданып көруге кірісті. Патша адамдарды жинады. Баланы байлап, оның бір жебесін алып, оған бағыттап, баланың Раббысы Аллахтың атымен деп атты. Жебе балаға қадалып, бала өлді. Ол мүміндердің үшінші шәһиді болды. Адамдар патшаның баланың Раббысы Аллахтың атымен дегеннен кейін ғана өлтіре алғандығын көрді. Бұдан соң жиналғандардың баршасы ержүректілікпен дауыстарын жоғары көтеріп, ашық түрде баланың Раббысы Аллахқа сендік десті. Мұны көрген кәпір патшаның таңғалысы арта түсті.
Осылайша барша адам иманға келді. Бала өз дінін, сенімін сақтап қалу барысында құрбан болып құласа да, адамдарды иманға кіргізуде зор табысқа жетті. Иманына берік жандар үшеу еді. Енді олардың саны бірнеше мыңдаған мүміндерге жетті. Бұл залым патша адамдардың иманға кіргендерін өзіне сенбей қарсы шыққандарын көргеннен соң, басқа да зорлықшылардың тәсілінен өзге жол таба алмады. Ол азаптау жолы ғана еді. Патша үлкен бір шұңқыр қаздыртып, оған от жақтырды да, иманға келген адамдардың барлығын біртіндеп лаулап жанып тұрған отқа тастады. Адамдар имандарында берік тұрып, баланың Раббысы Аллахқа сендік деп қайталаумен болды. Кезек жас нәрестесін көтерген бір әйелге келді. Ол баласымен бірге отқа түсуге қорқып, баласын аяды. Сол сәтте Алла Тағала өз құдіретімен жас нәрестені сөйлетті. Нәресте шошып тұрған анасына: «О анашым, сабыр етіңіз, сіз ақиқат жолындасыз» деп үн қатты. Ана баласымен бірге өзін отқа тастады. Бұл ана мен бала, баланың Раббысы Аллахқа сендік деген мүмін шахидтердің ең соңғысы еді. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.